Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгінгі сырмақ сыр шертеді атты шеберлік сабағыма қош келдіңіздер. Ал енді құрметті әріптестер, шеберлік сабағымызға көшейік. Енді бізге қажетті құрал жабдықтарды айтып алайын. Екі түсті 40-40 сантиметрлі киізді бір-біріне беттестіріп аламыз. Екі түсті, мынау бір түсі, мынау екінші түсі. Оның бетіне алдын ала даярлап алған ою үлгі шаблонын қоямыз. Шаблонды дұрыстап сызғышты пайдалана отырып, центрін тауып аламыз. Айқастыра отырып сызып, центрін тауып аламыз. Дәл тура сол центрінен инені қадап, центрін тауып алып, оюды орналастырамыз. Оюдың өлшемі 30-30 сантиметрлі, киіздің өлшемі 40-40 сантиметрлі. Енді сабынның көмегімен шетінің барлығын сызып шығамыз. Енді түйреуіштерді алып тастап, оюымыз, сырмақтағы оюымыз дайын болды. Енді осы сызылған сызықтың бойыменен ою өрнегімізді қайшыменен қиып шығамыз. Екеуі беттесе отырып қиылады. Әдемілеп контурыменен асықпай қиып шығамын. Міне оюдың барлығын соңына дейін қиып шықтық. Енді осы жерде айна принципі пайдаланылады. Оюларды ашып, екі оюды үйлестіре отырып, екі бұйым шығарамыз. Міне қызылдың сыртқы оюын аламыз да, оған сұр түстен ішкісін саламыз. Ал мына сұр түске қызылдың ішкі оюы жақ келеді. Осылай екі бірдей бұйым шығаруға болады. Ою өрнектерді дұрыстап, қиылысына барлығы бұрыш-бұрышына келетіндей етіп, үйлестіріп алдық. Енді жүрмеу тігісін бастаймыз. Жүрмеу тігісі екі киізді бір-біріне біріктіру үшін жасалады. Бұл жерде сіздерге айта кететінім, қолөнерге арналған арнайы джинсовый жіп деп аталады. Номер 20-шы жіп, не болмаса номер 10-шы жіпті пайдалансаңыздар тиімді болады. Жүрмеу тігісін орындап шығамыз. Бізге алдын ала ұршықпен иіріліп дайындалған бедерлі жіп керек. Бедерлі жіпті бір түстен де тігуге болады, не болмаса екі түсті бір-біріне иіру арқылы, қосу арқылы пайдалануға да болады. Мен бұл жерде екі түсті пайдаландым. Бұны да иненің жіппен көмегіменен тігістің үстін бастырып шығу үшін пайдаланамыз. Бедерлі тігіс сырмаққа сән береді және жақсы нақты ой береді. Жіпті шиыра отырып, көрсетпей, тепшу тігісі арқылы тігіп шығамыз. Осы киізден сырмақ жасау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыруға болады. Міне өзіміздің оқушылармен мынандай жастықшаның түрін жасадық. Мынау қол жастық өте әдемі шықты. Мынау дөңгелек сырмақ. Оқушылардан өздерінің жасап шыққан жұмыстары. Және де мына жерде ең үлкен сырмағымыз. Бұл жерде 15 блоктан тұрады. 15 қыздың жұмысы біткен соң аяғында біріктіріліп ынтымақтастықпен үлкен сырмақ жасап шығардық. Осы жерде оқушылардың шығармашылық қабілеттері ерекше деп айтсам болады.